Kanalıma hoş geldiniz. Бүгін сіздерге осындай бауы өте ерекше қырлы моншақтан жасалған әдемі сумканың тоқылу жолын көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге керекті заттар моншақ, леска және қайшы. Бізде моншақтың размері 8-ші размер, лескамыз 7-ші размер. Ең алдымен осы лесканы өзімізге керегінше қиып аламыз. Енді лескамыздың екі ұшын теңестіріп, 6 моншақ өткіземіз. Теңестіріп, соңғы моншақтан крючок жасаймыз. Жасаған ілмегіміз моншақтың ортасына кіріп тұру қажет. Осылай қаттырақ қысып бекітеміз. Енді осы моншақтың айналасына 6 моншақтан 6 дөңгелек жасаймыз. Бізде бір моншақ деп есептелінеді. Енді біз тағы да 5 моншақ тіземіз. Соңғы моншақтан ілгіш жасаймыз. Енді астыңғы лесканы бір моншақтан өткіземіз. Енді біз 2 моншақ тізулі түрде есептеп, жоғары жағына 4 моншақ тіземіз. Төртеу тіздік. Соңғы моншақтан крючок жасаймыз. Тағы бір моншақтан өткізіп, төрт моншақ тіземіз.
міне біз ең соңғы дөңгелекке келдік. 1 2 3 4 5. Енді 6-шы дөңгелекті біз мына жерде 3 моншақ, мына жерде 1 моншақтан өткізіліп тұр. Енді 2-ші моншақтан өткіземіз және жоғары жағына қарай тағы да 1 моншақ өткіземіз. Енді біз 3 моншақ түзулі түрде есептеп, жоғары жағына 3 моншақ қосамыз. Сонымен бізде 6 моншақ болады. Қаттырақ тартып тіземіз. Міне бізде 2-ші қатар дайын. Енді 3-ші қатарда бір моншақ өткізіп, 2 моншақ түзулі тұр. Енді жоғары жағына 4 моншақ тіземіз. Біз 3-ші қатарда 6 моншақ, 5 моншақ, 6 моншақ, 5 моншақ етіп тізіп шығамыз. Бұл жерде енді біз 5 моншақ болу үшін тағы да 3 моншақ өткіземіз. Сонда толық бізде 5 моншақ болады. 2, 3. Соңғы моншақтан крючок жасаймыз және бекітеміз. Бекіткен жері моншақтың ішіне кіріп тұру керек. Алты моншақ, 5 моншақ, енді тағы да 6 моншақ жасаймыз. 6 моншақ, 6-шы моншақ тізетін кезде біз мына жерде мынамен қосқан кезде 3 моншақтан өткізіп отырамыз. 1 2 3 және тағы да 3 моншақ өткіземіз. Сонда бізде 6 моншақ болады. Мына жерде 1 моншақтан өткізіп 5 моншақ түсетін боламыз. Тағы жоғары жағына 5 моншақ болу үшін 3 моншақ өткіземіз. Міне 6 моншақ, 5 моншақ, 6 моншақ, 5 моншақ болып, осылай 3-ші қатарды аяғына дейін осылай 6-5, 6-5 етіп тізіп шығамыз. Міне біз 3-ші қатардың соңына келдік. Тоқып енді 6-5, 6-5 моншақтан тізіп, мына жерде екі жағында 6, енді біз ортаның ең соңындағы дөңгелекке 5 моншақ тізуіміз керек. Міне бізде 3 моншақ, енді тағы да 2 моншақты өткізіп 5 моншақ қыламыз. Ең соңында келген кезде жоғары жағына қарай лесканы тағы да 1 моншақ өткіземіз.
Енді келесі қатарда біз мына жанындағы моншақтан өткізбей тағы да бір моншақ өткіземіз. Жанындағы моншақтан өткізбейміз. 3 моншақ өткізіп, біз лескадағы тұрған өткізулі тұрған моншақпен қосқанда 4 моншақ болады. Сонымен ең соңғы моншақтан крючок жасап бекітеміз. Енді қасында астындағы лескадан бір моншақты өткіземіз. Біз 2 моншақ өткізулі тұр деп есептеп, жоғары жағына тағы 2 моншақ қосамыз. Сонда бізде 4 моншақ болды. Бізде бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатарды 4 моншақпен тоқып шығамыз. Бір моншақ астынан өткіземіз, 2 моншақ тіземіз. Bir monçak өткізіп, осы қатарды соңына дейін 4 моншақ тізіп шығамыз. Мына біз 4-ші қатардың ең соңына келдік. Енді мына астындағы лесканы мына 2 моншақтан өткіземіз. Енді төбесіне 1 моншақ өткізіп бекітеміз. Қатты тартамыз. Енді 5-ші қатарда біз 5 моншақтан тізетін боламыз. Мына жерде 1 моншақ тұр. Енді біз 4 моншақ ілем қосамыз. Қатты тартып істейміз. Енді жанындағы моншақтан астыңғы лесканы өткізіп, 2 моншақ, енді 3 моншақ өткіземіз. Мына 2 моншақтан тағы өткізіп, 3 моншақ қосып, осы қатарды соңына дейін 5 моншақпен тоқып шығамыз. Біз 5-ші қатарда біттік. Ең соңғы дөңгелекке біз мына жердегі 3 моншақтан өткізіп, 2 моншақ қосып бекіттік. Енді одан кейін 6-ші қатарда біз міне қасындағы моншақтан өткіздік. Көрсетіп жүрейін. 5-ші қатарда міне бекіттік осылай. Енді мына мына жанындағы моншақтан
өткізіп, міне бізде енді 2 моншақ болды. Біз осы 6-шы қатарда осы 2 моншаққа 4 моншақ қосамыз. Соңғы моншақтан крючок жасап бекітеміз. Міне біз мына моншақтан өткіздік, енді тағы да қасындағы моншақтан өткіземіз. Қаттырақ тартып 3 моншақ тіземіз. Екі моншақтан өткізіп, 3 моншақ қосамыз. Сонымен біз осы 6-шы қатарды 6 моншақпен бітіреміз. Осылай әрбір дөңгелекке 6 моншақпен тізіп, осы қатарды соңына дейін бітіреміз. Міне біз 6-шы қатарды аяқтадық. Енді ең соңында кольцоны біз былай жасаймыз. Мына 3 моншақтан өткіземіз. Bir, 2, 3, 4 моншақ тұр. Енді осыған біз 2 моншақ қосамыз. Ең соңғы моншақтан крючок жасап бекітеміз. Енді біз ең соңғы қатарға келдік. 7-ші қатарда біз 3 моншақпен бастаймыз. Бізде 7-ші қатарды 4 моншақпен тоқып шығамыз. Бізде 1 моншақ тұр, енді 3 моншақ қосамыз. Міне бізде 1-2 моншақ бар. Енді осыған тағы 2 моншақ қосамыз. Сонда бізде 4 моншақ болады. Екінші моншақтан крючок жасаймыз. Бекітеміз және астыңғы 1 моншақтан өткізіп тартамыз. Және үстіне 2 моншақ қосамыз. Бекітеміз. Міне ең соңғы қатарды біз 4 моншақпен тоқып шығамыз. Міне біз ең соңына келдік. Енді осыны бекітеміз. Міне біз біттік. Дәл осылай осы тоқу әдісімен екінші қабырғасын тоқып бітіреміз. Енді осы екі тоқылған қабырғаның ортасын тоқып көрсететін боламын.
кез келген мына шеттегі кез келген моншақтан ілеміз.